Танымал әнші жайлы жылдам ақпарат. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрерменіміздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Мені юбка киген Махамбет деп айтады. Айгүл Иманбаева жалғыздықтың азабын тартқанын айтты. Әнші актриса Айгүл Иманбаева әйгерім Сейфолланың сырласуы бағдарламасына берген сұхбатында өмір бойы жалғыздықтың азабын өзіне қатты батқанын айтты. Ол өз сөзінде ер адамдар өзін әйел заты ретінде емес, еркек ретінде көріп бәсекелесетінін қозғап өтті. Жалғыздықтың бір кісідей азабын тартым десем артық болмас. Құрбым мені юбка киген Махамбет деп айтады. Бүкіл достарым еркексің деп сөйлейді. Әйелдік энергиямның жоғалғаны соншалықты еркек достарым мені әйел деп қабылдамайды. Ал жұмыспен бір ер адамға барсаң, олар сенімен кәдімгідей бәсекелеседі. Жұмыс бойынша сөйлесіп отырсам, менімен жарысады. Менің еркекше сөйлеседі. Әйелді құрмет болмайды. Бұлайша айтқанда еркекпен әңгімелескен сияқты аузына толған боғымен сөйлеп отырады. Мен сондай ортада көп жүрдім дейді ол. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.